Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі болып шығатын меренга рулетінің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрамдарын дайындап аламыз. Жұмыртқамызды сарынан ақ уысын ажыратып аламыз. Барлық заттарды описаниеға жазып қалдыратын боламын. Ақ уызымызға сарымыз ағып кетпеуі керек. Енді миксердің көмегімен жай жылдамдықтан бастап көпіртеміз. Енді кішкене қантымызды жаймендеп араластырып, әппақ болғанша көпіртеміз. Міне менде ақ уызым осылай әдемі болып көпірді. Осылай болуы керек, ағып кетпеуі тез, өйткені меренгамыз жақсы шығуы үшін. Енді дайындап алған крахмалымызды міндетті түрде жүгері крахмалын қолданыңыздар. Соны қосып миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Енді оны силиконовый коврикке салып аламыз. Және де пешімізде 150 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Енді ол суығанша біз кремін дайындаймыз. Креміне 33% сливки және сахарны пудраны қосып, жақсылап көпіртіп, крем жасап аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді оны кондитерский мешокқа құйып, енді суыған меренгамыздың ішіне жағып шығамыз. Ішіне мен кішкене ғана смородинаны қолдандым. Сіздер қалаған жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Міне дәл осы видеодағындай рулетімізді орап аламыз. Енді тарелкемізге салып, үстінен қалған кремімізді әдемі жағып шығамыз. Енді оның үстінен біз смородинаны салып сәйдейтін боламыз. Енді біздің меренгамыз дайын болды. Өте дәмді әрі күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт өте тексерілген әрі өте оңай. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.